Умай бағдарламасы басталады деп барлық жерде жар салып айтып жатыр. Енді әйел адамдар ғана қатыса алатын осы Умай бағдарламасының соңғы шарттары бойынша 50 миллионға дейінгі үйді бастапқы жарна 20% салып, жылдық мөлшерлемесі 14,5%бен бірінші және екінші нарықтан да ипотека рәсімдеуге болатын. Енді сол шарт тараптар сақталып қалады деп есептесек, Умай бағдарламасы қатты бір тиімді бағыт деп айта алмаймын. Себебі өздеріңіз білесіздер, отбасы банкте жинақтарыңыз, депозиттеріңіз болса, одан да тиімді бағыттар бар. Сол үшін айтпағым, Умай бағдарламасына қазір аяқ астынан лимит ашылып қалған кезде, егер сізде депозитіңіз, жинағыңыз болса, бірден Умай бағдарламасымен ипотека рәсімдеуге асықпаңыз. Сіздің депозитіңізді қарап, вознаграждениеңізді санап, опыңыз қанша болып тұр, санап, зерттеп, тиімді бағыттарды алдымен қарастырып көру керек. Егер ондай тиімді бағыттарға мүмкіндік жоқ болып тұрған кезде ғана Умай бағдарламасымен ипотека рәсімдей беруге болады деп ойлаймын. Біздің мекемеде ипотека бойынша сопровождение, консультация қызметтері бар. Байланыс нөмірі басты бетте көрсетілген.